Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін духовкада осылай тауық еті мен картошканы ерекше пісіру әдісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде осылай пісіріп көріңіздер, өте дәмді болып шығады. 3 сан тауық етін жақсылап жуып, орташа бөліктерге кесіп алдым. Паприканы осылай көбірек қоса беріңіздер. Қара бұрыш, тұз, 6-7 тісі чеснок, соны езіп саламыз. Және майонезді қосып, майонезді де молынан сала беріңіздер. Араластырып, кем дегенде 1 сағатқа маринадтауға жібереміз. Ол уақытта картошкаларымызды ашып, қайнап тұрған суға картошканы салып, 15 минут қайнатып аламыз. Кішкене ғана тұз қостым картошкаға. 15 минут өткеннен соң картошкаға да 3 тісше осындай чеснок, яғни сарымсақты езіп, артынан сұйық майды қостым және дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырып алдым. Неге біздің картошкамыз дайын болды. Енді противенімізді алып, бірінші тауық етін ортасына картошкаларымызды орналастырып, пешке жібереміз. 180 градуста 1 сағатта пісіріп алдым. Өте дәмді, толықтай пісіп, түрі де өте дәмді, дәмі де күшті болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Мінекей осындай картошкасы да өте жұмсақ, тауық етіміз де жұмсақ, ерекше дәммен күшті болып шықты. Ас болсын.